Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және мен бүгін Токио Гhoul анимесінің екінші маусымы жайлы айтатын боламын. Көп созбай, бастайық. Екінші маусымның бірінші сериясы Канекидің Джейсонды жеп бітірген соң сыртқа шыққаннан басталады. Тоука өз бауыры Аятомен шайқасқа түсіп жеңіледі. Бұл анимелерде көрсетілетін әдеттегі идеологиялар шайқасы еді. Тоука адамдармен бірге өмір сүруді қаласа, Аято Гульдар адамдардың арасында жасырынбауы керек деп пайымдады. Аято Тоуканы жеңіп, оның Кагунесын жеп тастаған сәтте оны Канеки құтқарып қалады. Сол сәтте біраз уақыт ес-түссіз жатқан Нишики де оянады. Хиде алыстан Канекиді дүрбімен көріп қояды. Ута, Йома, Цукияма үшеуі жабылса да, олар Нороға еш нәрсе жасай алмады. Норо сол үшін шайқас алаңын емін-еркін тастап кетті. Аято мен Канеки шайқасқа түскен кезде сол жерден көп құстар үркіп ұшып кетеді. Бұл сәт анимеде эпикалық көрініс тудыру үшін немесе ол жер басқа шайқас алаңдарынан тым алыста болғанын көрсетеді. Канеки мен Аятоның шайқасын Норо үзіп, ол Аятоны өзімен бірге алып кетті. Куроива, Хирако, Амон және Шинахара бір көзді үкіге қарсы шайқасты. Бір көзді үкі ол Антек кафесінің иесі Йошимура еді. Куроива мен Шинахара Тоуканың әкесінің Кагунесынан жасалған аратаны қолданып, күштерін бір көзді үкімен теңестірді. Барлық төбелестерді алыстан Татаро мен Это бақылап тұрды. Осы серияда сайқымазақтар бандасының мүшелері Куру және Широ көрсетілді. Куроива мен Шинахара бастаған топ үкіні жеңе алмады. Гульдар 200 гульдан айырылса, Сисиджи өз адамдарының тең жартысынан айырылды. Көптеген ғимараттар жарылып, құлай бастағанда екі жақта шайқасты тоқтатып, қауіпсіз жерге қаша жөнелді. Екі жақ үшін де ауыр болған шайқаста ешкім жеңіске жете алмады. Алайда, екі жақта өз күштерін толық ашып көрсетпеді. Көптеген Гульдар мен Сисиджи агенттері өз күштерін толық көрсетпеді, не мүлде көрсетпеді. Канеки болса Аогири түп тамырына қосылды. Цукияма болса тар қапастан Банжо мен оның Гульдарын босатып алды. Екінші бөлім бір көзді үкі жайлы флешбектен басталады. Сол флешбектен біз Мадо Куреоның, Шинахараның, Ариманың және тағы да басқа Сисиджиның арнайы тергеушілерінің жас кездерін көре алдық. Екінші маусымда да әдемі опенинг бар болғанымен оның деңгейі Ошихитеоға жете қоймады. Сонан соң біз көптеген жоғары деңгейдегі тергеушілерді көрдік. Олардың көбісі өз күштерін маусымның соңына қарай ғана ашты. Бірақ Арима бұл жиналысқа қатыспады. Жиналыста Гульдар 9-10 және 11 аудандарды түгел өз бақылауларына алғандығы және 20 ауданға да тістерін батырып жатқаны айтылды. Антек кафесіндегі бейбіт өмір енді Канекисіз жалғасып жатты. Тоука болса Канеки оқитын Ками университетіне түсу үшін бар күшін сабақ оқуға салды. Жиналыс біткен соң Куроива Шинахараға үкінің оның ойынша тым кішірейіп кеткенін және осы жолы оның қолынан ешкім қаза таппағанын жеткізеді. Куроиваның ойынша бір көзді үкі ол Антек кафесінің басшысы еді. Шинахара сол жайтты анықтауға аттанатын болды. Және осы бөлімде Хиденің Сисиджи мүшесі екені тағы да айтылды. Канеки болса Аогири мен қанды миссияларға қатысса да, адамдарды мейлінше өлтірмеуге тырысты. Сол кезде Амон Мадо Куреоның бейітінің қасында оның қызы Мадо Акирамен де танысты. Екеуінің арасында бір түрлі және көрермен үшін сәл күлкілі болған қарым-қатынастар орнай бастады. Такедзаваға Акираның оларға қосылуы ұнамады. Акира көптеген мәліметтерді тексере отырып, Ашқарақ Гульдің қыз болғанын, оның жарты жыл бұрын өліп кеткенін, 20 аудан Ашқарақ сол жерде құтырғанға дейін тыныш болғанын, сол ауданды маймыл беттілер және қара добберлер бандылары бақылауда ұстағанын және қазір ол ауданды Аогири түп тамыры жаулап жатқанын анықтады. Серия соңында Итори Уталардың келуімен Хинаминың туған күні тойланды. Тоука болса Канеки сонда болмаған соң аса қатты қуана алмады. Ал Аогири Сисиджи көліктеріне шабуыл жасайды және бізге одан бөлек Это, Куро мен Широ да көрсетілді. Үшінші бөлімде айтарлықтай маңызды оқиғалар бола қоймады. Тоука Нишики мен Ками университетіне барады. Онда Тоука Хидені кездестіреді. Тоуканың Канекиге деген сезімдері осы маусымда ашық көрсетіле бастады.
Менің жеке өзіме авторлардың бұл қадамы өте ұнады. Хинами танымал жазушы Такацуки Сенмен кездесті. Джузо өз жаңа көңіл-күйіне ие болды. Аогири ұйымы тұтқыннан Джейсонның ізбасары Накиді босатты және Канеки Широ мен Куроның жартылай гүлдар екенін байқап қалды. Басқа әлсіз гүлдар Канекидің каннибал екендігінен күдіктене бастады және Цукияма сол жайт арқылы өзінің Аогири түп-тамырында жасырынып жүргенін білдіртіп қойды. Жалпы екінші маусымда анименің суреті біріншідегідей тамаша. Маған өте ұнады. Кейіпкерлердің дизайны, фондар, майда шүйде дүниелердің салынуы, кейіпкерлердің қимылдағаны, табиғат көріністері, түстердің қанықтығы барлығы керемет жасалған. 4-ші бөлімде Аогири түп-тамыры S және SS рангындағы гүлдар қамауда отырған Какурия түрмесіне шабуыл жасайды. Олардың бұл қылығын мен аса түсіне қоймадым, себебі одан олар көп нәрсе ұта қоймады. Канеки Ризенің әкесімен шайқасқа түсіп жеңіліп қалды. Ал Ризенің әкесі Майто Гайдың немересіне ұқсайтын гүл еді. Татара өз күшін ашпай-ақ бір жоғары дәрежедегі агентті өлтіріп тастайды және Какурия түрмесіне Аогири жайлы ақпарат жинау үшін Амон мен Акира да келген еді. Амон Донато Порпоро есімді гүлға мардымсыз сұрақтар қойып, одан еш жауап ала алмады. Донато мен Амонның арасында болған жайттарды Амонның флешбектерінен білуге болады. Және осы серияда Куро мен Широ тағы да көрсетілді және олардың Какурия түрмесінде не істеп жүргенін мен өз басым түсінбедім. Джузо мен Шинахара Амон мен Акираға көмекке келеді және осы жерден бастап анимеде миға сыймайтын сәттер көбейе бастайды. Мысалы, Наки Акираның бір аяғын тістеп алады және содан оның аяғы мүлде қозғалмай қалады. Акираның көңкесі өте күлкілі және ол көңкесімен гүлдарды бір түртсе болды, олар өле қалады. Шинахара Аятомен шайқасқа түсіп, Аято өз әкесінің көңкесін бірден сезіп қойды. 5-ші бөлімде Куро, Широ және Джузо бірге оқып Амон Котародан білім алғаны флешбек ретінде көрсетілді және олардың қасында кейінірек ажал құшатын Такидзаваға ұқсайтын қыз да болды. Куро мен Широ Джузоға қарсы шайқасып жеңіліс тапты. Куро жараланған Широны алып қаша жөнелді және олар бір жерде тығылып отырғанда оларды Амон мен Акира көріп қойды. Осы жерде сіздерге бір жұмбақ қойсам, Широның алдында, ал Куроның артында не бар екенін білесіздер ме? На қосымшасы бар, себебі Широның шын есімі Наширо, ал Куроныкі Куроны. Аято өз кезегінде толық күшін қоспаған Шинахарадан жеңіліс тапты. Кейінірек Шинахарамен жаңа күшке ие болған Канеки шайқасты және Канеки оны жеңе алды. Канеки енді Джейсон мен Ризаның кагунелерін бірдей қолдана алатын еді. Сол уақытта бүкіл ғимарат ішінде Эрсиер газы іске қосылды. Ол газ Эрси жасушаларға әсер етіп гүлдар содан әлсіреп қалатын. Эрсиер кесірінен әлсіреп қалған Канекиді ашуға мінген Амон жеңеді. Сол кезде шынайы бір көзді үкі келіп Канеки мен Аятон алып ұшып кетеді. Одан бөлек осы бөлімде Татара мен Ходжи кішігірім шайқасқа түсті және менің бір түсінгенім гүлдің фанаттарына Канекидің ішкі мұңы мақсаттары аса қызық емес. Оларға тек Канеки саусағын қытырлатып 1000-7 деп айтып, ессіз гүлдің қылықтарын жасауы ғана қызық. Джузо менде дәл сондай жағдай орын алған. Адамдарға оның ессіздігі ғана ұнайды. 6-шы бөлімде алдыңғы шайқастарда жараланған Шинахара ауруханада жатады. Артынан Джузоның флешбектері көрсетіледі. Кезінде Рей есіміне ие болған Джузо Биг Мадам есімді гүлдің күшігі болатын. Артынан оны Шинахара бастаған топ құтқарып қалып, Шинахара Джузоның адам болуына көп үлес қосқан еді. Хиде мен Амон соқтығысып қалып, Хиде Канеки жайлы ақпаратты байқап қалады. Қызық, неге көптеген ақылды агенттерден тұратын CCG Хиденің Канекиге қатысы бар екенін анықтай алмады. Амон, Акира және Такидзава үшеуі барға тамақ ішуге және ішімдік ішуге барады. Өз жұмыстарын толық аяқтамаған Такидзаваны Ходжи қайтадан жұмысқа шақырып алады. Амон болса мас күйдегі Акираны үйіне алып барады және ол 7890 аджимани жасайды. Меніңше соншама аджимани жасау мүмкін дүние емес, тіпті анимеде де. Және Акира Куреоға қарағанда қызық емес кейіпкер және Куреоны анимеден кетіру меніңше үлкен қателік болды. Ал Амон мен Курео жұбы аниме индустриядағы ең сәтті жұптардың бірі болған сияқты. Және серия соңында мықты агенттерден құралған Аогири және бір көзді үкіні өлтіруге арналған топ құрылды. 7-ші бөлімде Йошимура Цукияма және содан кейін Канекимен де кездесіп үлгереді. Цукияма Аогири жайлы ақпарат жинауды жалғастырса,
Канеки оған өз себептері бойынша жолыққан еді. Хинами де Цукиямамен жолығып, артынан оны Такацуки-сан кезіктіреді. Цукияма болса Канекиге одан да қатты құмарланып кетті. Меніңше Цукияма үшін Канеки гүлдардың етін дәмдірек қылатын соус сияқты. Себебі Ризені не Джейсонды Цукияма жеуге ұмтылмаған еді. Канеки болса гүлдарды жеп, тым көп эрсик жасушаларға ие болған соң, оның психикасы істен шыға бастады. Сен Такацуки Джузо және Шинахарамен де кездесіп үлгерді. Айта кетелік, Джузоға ол онша ұнай қоймады. Артынан екеуі Йошимураға жолығады және Джузо кофенің орнына тек мұз қосылған су ішуді жөн санады. Толка болса сабаққа дайындықты қатты беріліп кетті және Канекиді да көріп үлгерді. Дегенмен махаббатының алдында өзін дұрыс ұстай алмаған ол Канекиді ұрып та үлгерді. Мазохист Канеки болса оған тек жымиып қана қойды. Бұл серияларда үлкен төбелестер болмағанымен, олар анимедегі жалпы көңіл күйді бізге жеткізе алды деп ойлаймын. 8-ші бөлімде Канекидің Йошимураға бір көзді үкі жайлы сұрауға келгені анықталды. Сол серияда Йошимураның флешбектері толығымен көрсетілді. Одан бөлек CCG үлкен операцияға дайындала бастады. Соны сезген Йошимура кафедегі жөндеу жұмыстарын сылтау етіп өз әріптестерін жан-жаққа жібереді. Оның қасында тек Ирими мен Кома ғана қалатын болып шешті. Ирими мен Кома тамаша кейіпкерлер, көп адамдарға қарағанда осындай гүл достармен дос болған артық сияқты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Және осы серияда көптен күткен Йома да көрсетілді. 2-ші маусымда Ута, Йома, Итори шынымен де аз көрсетілді. Олар басты сюжеттен сәл-пәл тысқары қалды десек те болады. 9-ші бөлімде барлық агенттерге операцияны бастамас бұрын мұралық хат жазуға тура келді. Осы серия жалпы кейіпкерлердің ішкі мұңын, сезімдерін толық жеткізе алды деп ойлаймын. Екі ойлы болып жүрген CCG агенттерінің бір тобының рухын Куроева көтерді. Акира Амонға өз анасы жайлы айтып берді. Қара доберлердің басшысы болған Ирими және маймылбеттілердің көшбасшысы болған Кома CCG агенттермен шайқасқа түсті. Оларды тоқтатуға Тачикава мен Моган аттанды. Джузо болса жақын ешкімі болмаған соң мұралық хат жазуға арналған қағаздан ұшақ жасап, оны биік ғимараттың төбесінен лақтырады. Және сол хатты Канеки көріп, артынан үлкен экраннан ол Антейк кафесіне жасалатын операция жайлы ақпаратты көріп қояды. Сөздің шыны керек, Токиолық гүл арзан эпикалық сәттер мен фан-сервис жасаудан үздіктер қатарында. Толка болса Йошимураға көмек беруге асықты. Канеки де сонда келді. Оны тоқтатуға Цукияма келгенмен Канеки оны тыңдай қоймады. Одан бөлек осы серияда 2-ші маусымда көрсетілген барлық дерлік кейіпкерлер жиналды. Үлкен шайқас басталды деген осындай болса керек. 10-ші бөлімде Хачикава, Хирако, Курамото, Ито және Аюми Хоги Иримиді жеңсе, Моган өз әріптестерімен Команы жеңді. Оларды өлімнен Канеки құтқарып қалды. Ал Йошимура мен Куроева, Шинахара, Ходжи және тағы Корию шайқасты. Кейінірек оларға Джузо да қосылды. Барлығы бірігіп, олар Йошимураны жекпе-жек барысында ұта алды. Толка болса бір жерде тығылып шайқасқа араласа қоймады. Бұл операцияны Йошитоки Вашу және Ицуки Маруды басқарған еді. Акира Такидзаво, Мисато сынды агенттер басқа гүлдермен шайқас жүргізді. Ал қолдарында автоматтары бар CCG мүшелері статист қызметін атқарды. Серияның соңында Канеки Дамон бастаған 4-ші отряд күтіп алды және шайқас алаңына шын бір көзді үкі, яғни Это келген еді. 11-ші бөлімде Это бір соққымен өз қарсыластарын істен шығарып үлгерді. Джузо қарсыласуға тырысқанмен оның кесірінен Шинахара қаза тапты. Ал Джузоның өзі алғаш рет өзінен әлде қайда мықты жауға тап болып, түк бітіре алмай қалды. Артынан шайқасқа Арима қосылып, ол бір көзді үкіні кері шегіндірді. Это кетердің алдында өзімен бірге Йошимураны алып кетті. Амон Котаро Канекимен шайқаста қаза тапты. Норо Такидзаваны өлтірді. Ерте қуануға кіріскен CCG агенттеріне Аогири гүлдары шабуыл жасауға көшті. Тачикава, Моган, Хирако, Ито және тағы басқа агенттер Наки және басқа гүлдермен шайқасқа түсті. Жараланған Канеки есінен танып қалды, бірақ оны жараланған Хиде Антейк кафесіне алып келді. Акира болса өз отрядымен Амонға көмекке келіп үлгермеді. Я гүлдің фанаттарына ұнайтын асыс жабыс, қанды қырғын осы серияларда көрсетілді. Орын алған төбелестердің динамикасы орташа, яғни тым жылдам, не тым баяу емес. Төбелестер де тым ұзаққа созылмады және мықты кейіпкерлер әлсіз кейіпкерлерді әділ түрде жеңді.
ешқандай құрбандыққа шалулар орын алмады. Сол үшін мен бұл шайқастарға өте жоғары баға бердім. Адамдар көбінесе мықты гульдарға 5-6-аудан жабылды, дегенмен меніңше бәрі дұрыс, себебі гульдар о бастақ адамдардан мықтырақ болып жасалған. Жалпы оқиға желісі бойынша бір алаңда екі жақтан көп кейіпкерлер жиналғанымен авторлар бәріне уақытты тиімді бөле алды. Соңғы 12-ші бөлімде Канеки мен Хиде кафе ішінде сөйлесумен болды. Сөздің шыны керек, бұл сәт өте әдемі жасалған. Канеки досының көзіне қарай алмағанымен Хиде оған Нишики-мен Канеки төбелескенде Хиде Канекидің гуль екенін біліп қойғанын айтады. Артынан Хиде әбден қансыраған кезде Канеки оны қолмен көтеріп CCG арнайы агенттерінің бірі Арима тұрған жерге дейін алып келеді. Арима мен Канеки шайқасқа түсіп, Канеки жеңіліс табады. Бірақ ол сәт анимеде көрсетілмеді. Толка болса жанып жатқан Антей кафесінің алдына келеді және сол кафеден шыққан Канекиге қарай жүгіреді. Бірақ Толканың жолын Йома бөгеп, оны әрі қарай жібермеді. Операция өткен түнде аспан қып-қызыл болды. Бейне бір Итачи 20-шы ауданды түгел Цукиомиға кіргізгендей. Одан бөлек Толканың флешбектері көрсетілді. Екінші маусым Толканың жаңа кофехана ашқан жерінен аяқталады. Жалпы екінші маусымда аниме мангадан ауытқып кетсе де, меніңше осы маусым төбелес пен сюжетті ашу жағынан жақсы тепе-теңдік көрсете алды. Төбелестер тым көп болмады және осы маусымда экшен азырақ болған соң анимедегі логика да зардап шеккен жоқ. Себебі экшен көп жерде логика өте аз. Логика мен экшенді бірге үйлестіру өте қиын. Кейбір ескі кейіпкерлер аз не мүлде көрсетілмегенімен жалпы авторлар 12 серияға барлық кейіпкерлерді сыйдыруға тырысты. Маған түсініксіз болған жайт, неге CCG CRC газды бір көзді үкіге қарсы қолданбады, өрт сөндіруші көліктеріне ұшақтармен шашу арқылы деген сияқты. Неге сауытталған көліктер жеңіл танкілер арқылы гульдарды мұжбады. Жарайды, мүмкін мангада бұл сәт нақты түсіндірілген шығар. Және маған өте ұнаған жайт, Канеки 2-ші маусымда жаңа күшке ие болса да, ол анимедегі ең мықты кейіпкер болып кетпеді. Яғни интрига сақталды. Канеки ең мықты болмаған соң, Норо, Татара, Это, Камишира, Матасака сынды кейіпкерлер көп фанаттар үшін қызықты болып қала берді. Маған ең ұнамаған жайт Амон Котаро мен Кома және Иримидің өлімі еді. Амон адам ретінде қызығырақ болса, Кома мен Иримидің орнына Цукияма мен Наки қаза тапқаны жеке менің өзіме жағымдырақ болар еді. Жалпы 2-ші маусым көруге өте қызықты, іш пыстырмайтын жақсы саундтректері бар, суреті әдемі маусым. Мен сіздерге оқиға желісінде орын алған барлық сәттерді айта алмадым, өйткені ол тым көп уақыт алар еді. Сол себепті сіздер 1-ші және 2-ші маусым екеуін қайталап көрсеңіздер, тіпті керемет болар еді. Маған сеніңіздер, 1-ші және 2-ші маусым соған шынымен де сай. Ал сіздермен бірге болған аниме өмір. Көп рахмет, сау болыңыздар.